В смысле, қалай қолдырту? Сәлем, сен ғаламторда белгілі бір желіде, ютубта, инстаграмда бір нәрсені көріп ұнатсаң, лайк басасың, солай ма? Қазіргі таңда лайктар үлкен бір мәдениетке айналды. Оның дамығаны сонша адамдардың тіпті санасына да әсерін тигізіп жатыр. Бірақ ол заманауи процесс болғандықтан мен ол туралы ештеңе айта алмаймын. Инстаграмда маған лайк басыңдаршы деп прям өтініп жататын адамдарды кездестірген шығарсыңдар. Түпкі нәтижесінде лайктар назар валютасына айналды, яғни валюта внимания. Сенің желіде шығарған суретіңе, видеоңа саған ұнайтын адам немесе танымал біреу лайк басса, сен бір ерекше сезім аласың. Солай ғой? Ол саған назар аударды. Сен оның назарына ие болдың. Жақсы бір комментарий жазса, ол да бір үлкен қуаныш дерлік. Лайк қазіргі таңда адамның назары, яғни вниманиясымен қоса, оның қолдауын да білдіреді. Демек, сенің желіге шығарған дүнияңның көп лайк жинағаны, оның көп қаралым жинау мүмкіндігін арттырады. Ол не деген сөз? Сенің телефоныңдағы лайк батырмасы ол өте маңызды құрал. Оны кез келген нәрселерге таратпаған жөн. Әттен әрбір адамға айына белгілі бір көлемде лайк басу мүмкіндігін берсе, адамдар оған мән берер еді. Адамдардың бұл функцияны дұрыс пайдаланбағандықтан, ғаламторда көптеген адамдарға пайдасы жоқ контент саны арта түсті. Лайктардың немқұрайлы басылуына байланысты біздің ақпараттық алаңымыз қатты ластануда. Өкінішті. Нәтижесінде көптеген жақсы шығармашылық дүниелер көпшілікке көрінбей жатыр. Сапалы контентке сұранысы бар ізденетін адамдар қазір мені түсінетін шығар. Бұл видеоның мәні неде десеңіз, менің сізге ұсынысым бар. Желіде белгілі бір нәрсеге лайк басар алда өзіңізге мен нені қолдап жатырмын деген сұрақ қойып шешіміңізді нақтылап алсаңыз. Жаңа айтқандай, сіздің лайкыңыз ол қолдау функциясын атқарады. Яғни неге лайк басасыз, соның қаралым жинау ықтималдығын арттырасыз. Қысқасы, жақсы заттарға қолдау көрсетіп, көзге түскен екінің бірін лайктай беруді ажытсақ деймін. Осы бір жеңіл іспен кез келген азамат қоғамға өз әсерін тигізе алады. Еліміздің ақпараттық алаңын таза ұстасақ деймін. Қалай? Қолдан келетін нәрсе ма? Айтпақшы, лайк басып, қолдау көрсете кетіңіз. Сіздермен бірге болған Мырзабек Нұрсұлтан, Актаун Talk Show. Көріскенше.